Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз медицинадағы жасанды интеллект. Жасанды интеллект саласында, медицина саласында жаңа дәуір ашуда. Бұл презентацияда жасанды интеллекттің негізгі қолдану салалары қарастырылады. 21 ғасырда медицинаның бастауы міндеті дер кезінде ауруды анықтау, нақты диагноз қою, жеке ем жоспарын жасау және адам өмірін құтқару. Алайда дәрігерлердің жұмыс көлемі мен медициналық деректердің артуы бұл процесті қиындатады. Сондықтан жасанды интеллект осы қиындықтарды шешуге арналған. Жасанды интеллект дәрігерлерге шешім қабылдауда көмектеседі, үлкен деректерді талдап, дәл болжам жасайды. Жасанды интеллект технологиясының медицинадағы рөлі. Жылдам деректерді өңдеу. Жасанды интеллект үлкен мәліметтер жиынтығын тиімді талдайды. Жекелендірген емдеу. Пациенттерге нақты сәйкес емдеу әдістері ұсынылады. Ауруларды ерте анықтау, диагностика дәлдігін арттырып, өмір сақталады. Медицинадағы жасанды интеллекттің негізгі бағыттары. Бұл бізде бірінші бағытымыз диагностика. Суреттер, анализдер және симптомдар арқылы ауруды анықтау. Мысалы, рентген, МРТ нәтижелерін талдау. Екінші бағытымыз прогноз жасау. Пациенттің деректерін талдап, аурудың даму ықтималдылығын болжау. Үшінші бағыт жеке медицина. Генетикалық ақпаратқа сүйене отырып, емдеу жоспарын нақты адамға бейімдеу. Төртінші бағыт робот хирургия. Жасанды интеллект басқаратын хирургиялық роботтар операцияны дәл және инвазивті түрде орындайды. Бесінші бағыт клиникалық шешімдер жүйелері. Дәрігерлерге диагноз қою мен емді талдау кезінде нұсқаулық беретін бағдарламалар. Алтыншы бағыт медициналық бейнелерді өңдеу. МРТ, КТ, рентген суреттерін автоматты талдау арқылы қателерді ерте анықтау. Жетінші бағыт деректерді басқару және талдау. Электрондық медициналық карталарды өңдеу, денсаулық сақтау жүйелерін оңтайландыру. Диагностикадағы жасанды интеллект мысалдар мен мүмкіндіктер. Мысалға, рентген МРТ талдауы, қатерлі ісікті анықтау, жүрек қан тамыр ауруларын болжау. Мүмкіндіктері дәл әрі жылдам нәтиже, көптеген ауру түрлерін қамту, клиникалық шешімдерді қолдау. Емдеуді жоспарлаудағы жасанды интеллект. Жекелеген емдеу. Жасанды интеллект пациенттің генетикалық және клиникалық мәліметтерін ескереді. Тиімді жоспарлау, ең тиімді жолдарын анықтау, қауіпсіздікпен бақылау, жанама әсерлер мен қауіптер минималданады. Жасанды интеллект қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктеріне келіп тоқталатын болсақ, артықшылықтарына диагностиканың жоғарғы дәлдігі, ауруды ерте анықтау мүмкіндігі, дәрігердің уақытын үнемдейді, адамдар қатесін азайтады, деректер негізінде дәл болжам жасайды, қашықтан емдеу мен телемедицинаны дамытады. Кемшіліктеріне келіп тоқтасақ, деректер құпиялығы мен қауіпсіздігі, алгоритмдердің әділдігі, қателік болған жағдайда жауапкершілік кімде? Дәрігерлер жасанды интеллектке тәуелді болуы. Бағдарламаларды енгізу мен оқыту шығындары. Медициналық зерттеудегі жасанды интеллект мәліметтер жинау, үлкен деректерді тиімді жинақтау және ұйымдастыру, анализ жасау, деректер нәтижелерін тез әрі
дәл өңдеу, жаңа теориялар, жасанды интеллект арқылы ғылыми жаңалықтар ашу. Жасанды интеллект және пациенттердің деректерін қорғау. Деректерді шифрлау. Пациенті мәліметтерін қауіпсіз сақталады. Қолжетімділікті бақылау. Тек рұқсат етілген тұлғаларға қол жеткізу. Анонимділік. Деректерді өңдеуде құпиялық сақталады. Айдың медициналық этика мәселелері. Әділдік. Барлық пациенттерге тең қарым-қатынас. Қауіпсіздік. Қате шешімдерден сақтану. Құпиялық деректердің қорғалуын қамтамасыз етеді. Қазақстандағы медицинадағы жасанды интеллекттің болашағы. Технологияларды енгізу. Алғашқы медициналық жасанды интеллект жобаларды іске қосылуда. Қызмет сапасын арттыру. Дәрігерлердің диагностикалық дәлдігі артады. Білім беру мен зерттеу. Жасанды интеллект мамандарын даярлау мен зерттеулерді кеңейтеді. Заңнаманы жетілдіру. Деректерді қорғау мен этиканы реттеу күшейтіледі. Болашақта жасанды интеллект дәрігердің орнын баспайды, бірақ оның көмекшісі болады. Жасанды интеллект арқылы медициналық қызмет қолжетімді әрі тиімді болмақ. Этикалық мәселелеріне жаңа атап өткеніміздей, пациенттің жеке деректерін сақтау, алгоритмдің ашықтығы мен түсініктілігі, адам мен машина арасындағы жауапкершілік шекарасы. Енді бұл тақырыбымызды қорытындылай келе, медицинадағы жасанды интеллект бұл болашақтың ғана емес, қазіргі заманның шындығы. Ол дәрігерге көмектеседі, диагнозды тез әрі дәл қоюға мүмкіндік береді, өмір сапасын арттырады. Дегенмен этикалық және құқықтық нормаларды сақтай отырып, жасанды интеллектті ақылмен және жауапкершілікпен пайдалану қажет. Жасанды интеллект медицина саласында болашағымыз зор деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.